Меруерт ханым Coral Club компаниясында 2 айлық өзінің результатымен бөліскісі келіп отыр. Сізге қояр сұрағым, сіз негізі қандай болмен келдіңіз? Ауруыңыз қандай болды? Менің ауруым былтыр март кезінде, март айында 21-дің құлағанмын. Бірақ құлағаннан кейін емделмегенмін. Сосын октябрь болған кезде уже аяғым жүрмей қалды. 2 таяқпен жүрдім. Тіземме ауырады, 2 тізем. Сол декабрьге, 19 декабрьде операция жасау керек болады. Тізеңізге, иә? МРТ-ны барлығын түстім. Бір емес бірнеше врачтарға бардым. Барлығы подтверждать етті, травматологтар. Олардың айтқаны операция жасау керек, без этого никак деді. Содан қызым осы гиалурон жайында айтты. Гиалуронның вообще естідім, қымбат екенін да білдім. Тек последний шанс болған соң попробовать етейін деп келдім. Попробовать еттім. Февральда іштім, 1 курсын іштім. Мартта уже таяғым қыстады. Иә, көрдік ішті. Жалғыз гиалурон емес, концепцияның бәрінен өтіп. Детокс плюс, порошоктың нелерін, кейбір продуктларын, сосын коллабаданың лайтқа өттім. Өте жақсы результат. Бүгін, кстати, тағы да барып травматологқа тексеріп көрдім. Да, вау. Операция жасатқан жоқсыз, иә? Операция жасатқан жоқпын. Ұстап көрсеттім, ісіктері жоқ. Сосын айтты, МРТ-ны тағы да түсірейік дедім. Сосын жақсы МРТ-ға жазып қояйық, сосын түсіресіз деді. Бірақ енді рахмет, Германияның гиалуронды шығарғаны мен үшін шығарған. Классно, вообще күшті. Рахмет.